Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай әрі қарапайым заттардан тұратын печенье жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен құрғақ ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майымызды, 1 чайный ложка ванилин және де қант ұнтағын, 1 жұмыртқаның ақ уызын салып миксерлетін боламыз. Содан соң ұнымызға 1 чайный ложка разрыхлитель салып араластырып, жаңағы массамыздың үстіне құйып, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Біздің қамырымыз осындай консистенция болғанға дейін жақсылап миксерлеп аламыз. Содан соң осындай пакетигімізді алып, ішіне барлығын салып шығамыз. Табамызға пергаментімізді жайып алып, өзіңіздің қалауыңызша кез келген формада печеньеларымызды орналастырып шығамыз. Барлығын осылай орналастырып алғаннан соң печеньеларымызды міндетті түрде алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 12-15 минут пісіріп аламыз. Мінекей қыздар, біздің печеньеларымыз дайын. Бетіне қалауыңызша шоколадты ерітіп, немесе сахарный пудраны сеуіп қойсаңыздар да болады. Өте оңай әрі тез дайын болатын печеньелардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балаларыңызға ұнайтыны сөзсіз. Видеоны аса лайк басып, пікір қалдырып, менің каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет.